Сәлеметсіздер ме? Дүниетану сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы катаклизм кезіндегі менің қауіпсіздігім. Оқу мақсаттары. Сабақ мақсаттары. Ендеше балалар, біз бүгін сабаққа дайынбыз ба? Жақсы, ендеше дайын болсақ, мына өлең жолдарын оқиық. Жабырқауды білмейміз, жалқаулықты сүймейміз. Біз талантты жас ұлан үлгі аламыз жақсыдан. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Көңіл күйлерің көтеріліп қалды ма балалар? Жарайсыңдар. Ал енді үй тапсырмасын ақылды доп соғу әдіс арқылы тексеретін боламын. Бұл ойынның шарты мұғалім допты лақтыра отырып сұрақтар қояды. Сұраққа жауап бергеннен кейін допты мұғалімге қайтарып береді. Ал ендеше бастайық. Біз өткенде қандай тақырыппен таныс болдық? Жақсы, катаклизм дегеніміз не? Тамаша, балалар, Қазақстан жерінің басым бөлігін қандай жерлер алып жатыр? Жарайсыңдар. Ал өз өңірлерінде туындауы мүмкін табиғи апаттарға болжам жасадық. Және сол жерде қандай табиғи апаттар туындауы мүмкін екен? Тамаша, табиғи апаттарды атайықшы. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Енді балалар, бәріміз мына сызбаға назарымызды аударайықшы. Бұл сызбада нені көріп тұрмыз? Жарайсыңдар балалар, бұл сызбада жау мезгілдерін көріп тұрмыз. Кім маған жау мезгілдерін атайды? Жақсы балалар, ал енді осы сызбаны пайдаланып, қыста, көктемде, жаз бен күз мезгілінде сендер тұратын аймақта қандай катаклизмдер болуы мүмкін екенін айтып беріңдерші. Тамаша балалар. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы катаклизм кезіндегі менің қауіпсіздігім. Балалар, жалпы катаклизм табиғи факторларға байланысты. Оны алдын ала болжап, күні бұрын дайындауға болады. Су тасқыны да сондай апаттардың қатарына жатады. Жақсы. Ендеше балалар, сыныптағы энциклопедиялар мен сөздіктерді бәріміз алайық. Алған болсақ, сол түсіндірме сөздіктен тасқын сөзі қандай мағына білдіретінін қарайық. Жарайсыңдар балалар, қарап болдық. Сонымен тасқын сөзі бізге қандай мағына береді екен? Дұрыс. Тасқын қар мен мұздықтың тез еруінен және мол нөсер жаңбырдан өзен деңгейінің қысқа мерзімде күрт көтерілуін айтамыз. Ендеше балалар, бәріміз оқуымызға назарымызды аударайық. 77-ші беттегі мәтінді оқыңдар. Жақсы, оқып болдық. Енді балалар, қайсы табиғи факторларға, қайсы адамның іс-әрекетіне байланысты екенін айтып беріңдерші. Тамаша балалар. Ал су тасқынының алдын алуға болады ма? Тамаша балалар. Өте жақсы. Ал енді балалар, сергіту сәтін орындайық. Қане, барғымыз орнымыздан тұрамыз. Оңға түзу тұр, солға түзу тұр. Артқа қарай бір адым, алдыға қарай бір адым. Жоғары төмен қарайық, орнымызды табайық. Өте жақсы балалар, орнымызға отырайық. Балалар, су тасқыны кезінде өзі ұстау ережелерін білу үшін алдымен мына бейнебаянға назарымызды аударайық.
Жақсы балалар, қарап болдық. Балалар, су басы қаупі төнгенде қауіпсіз жерге көшіңдер, ережені есте сақтаңдар. Ал ендеше екінші тапсырмамызға көшейік. Балалар, жаңа біз бейнебаяннан су қаупі төнген кезде не істеу керек екенін жайлы айтылған. Ал енді сендерге тапсырма. Су тасқыны кезінде не істеу керек? Оны парталасымен бірге талқыла. Ал ендеше сәттілік. Жарайсыңдар балалар. Су тасқыны кезінде не істеу керек екенін бір-бірімізге айтып бердік. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Балалар, қазір біз екі топқа бөлінеміз. Әр топ мына жағдаяттарды шешетін болады. Бірінші топ, мұқият тыңдаймыз. Жаздың әдемі бір ашық күнінде табиғат аясына демалуға шықтыңдар. Кенет ауа райы бұзылып, жаңбыр жауды. Құрған шатырлар су жиналатын жерде қалды. Бұл жағдайда не істер едіңдер? Ал ендеше ойланыңдар. Екінші топ. Көрші ауылды су басқаны жөнінде теледидардан хабар берілді. Су басқан ауылға қандай көмек беруге болады? Өз пікіріңді айт. Ал ендеше сәттілік, орындаймыз. Жарайсыңдар балалар. Біздің бабаларымыз табиғатты жойқын, қаһарлы сәттердің болатынын білсе де, оған ерекше мейіріммен, қамқорлықпен қараған. Табиғатты мейірбан әрі жомарт деп бағалаған. Себебі табиғат адамдардың кисе киімі, жесе азығы, тонса баспанасы болды. Балалар, әрқайсымыз табиғаттың бір бөлшегі екенімізді білуге тиіспіз. Оған зиян келтірсек, өзімізге зиян келтіретінімізді ұмытпайық. Өте жақсы балалар, тапсырманы жақсы орындадыңдар. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Бұл тапсырмада біз сендерге осындай сұрақ қоятын боламын. Балалар, біз тұратын аймақ қалай аталады? Иә, біз тұратын аймақ Жақсы ауданы. Ал балалар, Жақсы ауданында осыған дейін зерттеулер негізінде өңірімізде табиғат апаты болды ма екен? Дұрыс, болмады. Ал алдағы уақытта туындауы мүмкін табиғи апаттарға болжам жасайықшы. Жақсы, өте жақсы балалар. Тапсырманы жақсы орындадыңдар. Ал ендеше сабағымызды қорытындылайық. Балалар, біз бүгін қандай тақырыппен таныс болдық? Тасқын дегеніміз не екен? Су тасқыны кезінде өзін-өзі ұстау ережелерін айтып беріңдерші. Тамаша, су тасқынын алдын қалай алуға болады? Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабақты өте жақсы меңгерген екенсіңдер. Ал ендеше қазір біз мына сандықтарға назарымызды аударайық. Сендердің алдарында стикерлер бар. Егер сендер сабақты өте жақсы түсініп, қызықты болды десеңдер, онда мына бірінші сандыққа салыңдар. Ал егер сабақты жақсы түсінген болсаңдар, ортадағы көк сандыққа стикерлеріңді салыңдар. Ал егер тақырып бойынша әлі ізденуім керек дегендері болса, соңғы сандыққа өздерінің стикерлеріңді сала қойыңдар. Тамаша балалар, өте жақсы. Енді балалар, сендердің алдарында пирамида бар және қарындаштар бар. Егер сендер сабақты өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды дегендер болса, пирамиданың ең төменгі бөлігін жасыл түспен бояндар. Ал егер сабақты жай жақсы түсіндім дегендер болса, сары түспен бояндар. Ал егер әлі де ізденуім керек болдым десеңдер, онда пирамиданың дәл үстін қызыл түспен бояндар. Жақсы балалар, өте жақсы. Енді үй тапсырмасын жазып алайық. Үй тапсырмасына шағын жоба құрастырып келу. Сендердің оқулықтарында
жоба жазылған. Сендер соған қарап өздерінің шағын жобаларыңды құрастырып келесіңдер. Ал балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дейін кездескенше.